нақты дұрыс жеткізуге, тапқыр сөйлеуге үйретуге арналған бүгінгі екі ора мектеп арасындағы жарысымызға қош келдіңіздер. Ескерте кететін жайт, бүгінгі біздің жарысымызда, бәйгемізде тек мақал мәтел емес, сонымен қатар жұмбақ, жаңылтпаш секілді қазақтың ұлттық қазыналары қамтылады. Жұмбақтың жауабын табу, жаңылтпашты қарап оқып қайталау секілді кезеңдердің болатынын ескертеміз. Олай болса, бүгінгі сайысымызға келген екі мектеп оқушыларын, қатысушыларын сахна төріне шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз. Бірінші кезең бізде жұмбақ шешу деп аталады. Біздің қазіргі ортамызда жұмбақтар қойылады. Сол жұмбақты шешу арқылы біздің қатысушыларымыз бағаланады. Екінші кезең жаңылтпаш. Жаңылтпаштар айтудан жарыс. Сіздердің алдарыңызға дәл осы экранда жаңылтпаш беріледі. Кім мүдірмей жақсы айтып бере алады, сол бізде жеңіске жетеді. Және үшінші кезең тақырып бойынша мақал. Біз екі топқа, екі бағытта тақырып береміз. Сол тақырыпқа байланысты нормативті санға сәйкес мақал айтуы тиіс. Кім көп мақал айтады, сол топ жеңіске жетеді. Төртінші кезең мақалдың жалғасын тап деп аталады. Бұл бізде алдағы бұрынғы өткізілген жарыста бұл кезең болған болатын. Яғни мақалдың жалғасын табамыз. Білеміз ғой, сонымен бесінші кезең мақал беріледі, сол мақалдың мағынасын табамыз. Мысалы, мәтелдің мағынасын табу қиынға соғады, ой дұрыс жеткізілмейді, сол секілді мақалдарды дөп тауып, мақал иесінің не айтқысы келгенін, халықтың не айтқысы келгенін табуы тиіс. Білмейді, жұтсаң білмейді. Ауа. Жұмбаққа назар салайық. Айда бер. Пияз, өте жақсы. Бірде бір, керемет. Білеміз бе неге? Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды. Қатысушылардан ешқандай подсказка болмауын өтінеміз көрермендерден. Өте жақсы. Жарайсың. Ауыр кілем, сатпайын десем, тәуір кілем. Бір ұяда тұптасқан, түртіп қалсаң, от шашқан. Сірке, өте дұрыс, кеуірт деген балама жауабын айтты. Қолы жоқ сурет салады, тісі жоқ тістеп алады. Тістеп алады. Білеміз бе? Қолы жоқ сурет салады, тісі жоқ тістеп алады. Бұрасаң тетігін, өлшемін түн мен күн. Соғады жүрегі, әркім-ақ біледі. Сағат, өте дұрыс, керемет. Желден желгеді, судан шегінеді. Давайықшы жауабы. Сары көкпіз, жүреміз жайнап, түрлі-түрлі көкпіз, арасында шөптің. Жоқ. Көбедек, өте дұрыс. Күндіз білінбейді, түнде күлімдейді. Жұлдыз, өте жақсы. Кран командасы кішкене жылдамырақ болуларыңызды сұранамыз. Бүгінге дейінгі келіп жеткен жанры, шағын жанр. Жас ұрпақтың тілін ұстартып, әртүрлі сөзді шапшаң айтуға үйретеді. Сонымен, қайсысын таңдаймыз? 4 таңдаймыз ба? 4-ші жазғы ашылсын. Шабыста ат шалыс шаппас, шалыс шапса алыс шаппас дейді. Кім айтады? Айта бер. Шабыста ат шалыс шаппас, шалыс шапса алыс шаппас. Қазір қаз қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз. Жақсы, керемет. Айта бер. Басқа жақтан басқарақ асқабақ әкелді. Асан бақша жақтан асқабақ әкелді, басқа жақтан басқарақ асқабақ әкелді. Ала алашалар тамаша олар, оған кім таласалар, алашаларды таба алса алар. Ала алаша тамаша
Олар оған кім табаса алар, алашарды таба алса алар. Сонымен дайын болсақ айтамыз. Білім күлге қарап көлем дейді, көгілдір күлге қойылған аралар күлген дейді. Қабылдаймыз, керемет. Қабылдайды. Сонымен кім айтады? Абалақ сабалақ шыққан арыланды, абалатпасаңдаршы, абалған арыланға абат бақты арылатпасаңдаршы. Жақсы. Салдың судан алдың суға малдым. Жаман бағалмағаны, мұғалім бағаның жаман болмағаны. Алмағаны мұғалімнің ағаның жаман болмағаны. Ақыл сынған ақылшы ма, астам сымай, нақыл сынған ақсақал ақылшы ма? Сонымен кет. Ақыл sıra ақылшы ма, астын нақыл ұстанған ақыл sıra ақшы ма? 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім. Неше кіші ішік піштім? 3 пішіктің іші пішті, 5 кішіктің іші пішіп, неше кіші іші піштім. Жаңылтпаштарды бұдан кейін қосасыздар. Күнде бір жаңылтпаш жаттауға бересіздер ма? Әр сабақ сайын 2 жаңылтпаштан бересіздер ма? Балдардың тілі жаттығу керек, балдар жаңылтпаштардың мағынасын түсіну керек. Өте жақсы. Білім бұлағы, білім өмір шырағы. Жақсы. Келесі Арыстан. Жақсы, иә, нанға келдірге болады. Сонымен келесі. Білім енеме құдық қазғандай. Өте жақсы. Арыстан қамыдас. Отан үшін ертең отаныңның сүйген ұлы боласың. Иә, ерлік бағытына кіреді. Сонымен келесі білім туралы. Өмір үлкен мектеп. Өте жақсы. Арыстан командасы. Ас, тағам, нан және ерлік батырлық туралы. Намыс туралы мақалдарыңыз бар. Жігітті намыс өлтіріп, қоянды қамыс өлтіреді. Бәрекелді. Сонымен жастан. Білетінім 19, білмейтінім 99. Өте жақсы. Арыстан. 10 секунд уақыт берейік, болмаса келесі командаға кезекті беру керек. Рахмет. Кет, қан. Ақылдының күні жарық, ақылсыздың күні қарып. Өте жақсы. Сонымен келесі кезекте Арыстан. Қыран командасы. Ойнада күн оқыды. Өте жақсы. Сонымен Арыстан командасы бар ма? Ерлік, намыс, батырлық, ас, тағам, нан жайлы. Қыран командасы. Өте жақсы. Қыран командасы. Өте жақсы. Ой, мың малым болғанша бір ғалым балам осы. Ақыл тозбайтын білім тозмайды. Өте жақсы. Сатасының. Жақсы, қабылдаймыз. Ақылдыға сөз айтсаң тыңдайды да күледі, ақылдыға сөз айтсаң тыңдайды да біледі, ақылсызға сөз айтсаң тыңдайды да күледі. Жақсы, қабылдаймыз. Қандай? Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Отансыз адам құрамыз. Отансыз адам ормансыз бұлбұл. Өте жақсы. Көргенді кісі көргенін айтар. Көргенсіз кісі бергенін айтар. Біле жүрейік біздің қатысушылар. Әдепті бала, ана бала, әдепсіз бала, сорлы бала. Бірінші мына жақ бастау деймін. Көріп көрдіңіздер ме? Бірінші Арыстан басты. Итке бітеді. Білім басқа бітеді. Бірлік болмай. Бірлік болмай, тірлік болмай. Өте жақсы. Қане, келесі мақал. Білген 1-9, білмеген 99. Ой, жақсы, өте көп. Жаман ағаштың бітімі жаман. Бітімі жаман ағаштың бітімі жаман. Адамзатты, тұлғаны ағаш деп алар болсақ,
ол адамға бала кезден бастап дұрыс тәрбие беру, дұрыс күтім жасау, ол ата-ананың міндеті. Сол секілді кез келген болашағын үміт күттіретін дүниеге жақсы күтіммен қарау керек деген мағына. Түсіндік пе? Еңбек етсең емерсің дейді. Еңбек етсең емерсің. Жалқау ол еңбек етпесем наны тәтті болмайды. Жемісін көре алмайды деген секілді. Жақсы. Қабылдаймыз. Бір елі ауызға, екі елі қақпақ. Айта беріңіздер. Екі адам сөйлесіп жатқан кезде ортасына қақпақ болмақ. Сөз мынау басқа бәле тілден демекші. Жалпы адам кез келген сөйлер сөзіне, айтар ойына абай болсын деген мақсатта айтылған сөз еді. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Дос жылатып айтқаны шындықты айтқаны, ал дұшпан күлдіріп айтқаны өтірікті айтқаны. Өте жақсы. Құрметті оқушылар және ұстаздар, тағы да мынау сайысымыз өте керемет өтті. Ұшқыр ой алаңы деп атауын қойған екенбіз. Терең мағыналы, ой жүгіртпе, баламалы ойлар, жасырын ойлар барлық ортаға салынды. Жалпы енді мынау қызыл алқаның шешімімен бағалау парағын қорытындысын айтайық. Жалпы жарыс барысында Арыстан командасы өте өзінің зеректігімен алға шыққан кезеңі бар еді. Бірақ жарыстың аты жарыс, жарыста біреу озады, біреу қалады. Жалпы әділ қазылар алқасының жаңа шешімімен Қыран командасы 757 ұпайға ие болды. Екінші орында Арыстан командасы 716 ұпаймен екінші орынға иеленіп тұр.